Үйіңізде кекс пісіретін қалып болмаса, дәл осылай мен сияқты шай ішетін пиалаға жасап көріңіз. Ешқандай да жабыспайды, көріп тұрғандарыңыздай пиалаңыз сынып қалмайды. Қорықпай беймарал жасап көріңіздер, дәмі өте керемет. Рецепті сақтап алыңыздар. Алдымен ыдысымызға айранды құямыз. Барлық заттың мөлшерін міндетті түрде описаниеге қалдырамын. Сондықтан сол жерді бір қарап шығыңыздар. Үстіне разрыхитель салам, сода салмаңыздар, өйткені соданың дәмі сәл шығып кетуі мүмкін. Екеуін араластырып бір шетке қойып қоямыз. Жаңа басқа ыдысымызды алып, құрғақ ыдысымызды алып, жұмыртқаларды жарып аламыз. Бұл жерде менде S1 категориясы, сіздерде S2 болатын болса, төртеу де қолдансаңыздар болады. Үстіне шекерді қосып, шекері ерігенше венчикпен араластырамыз. Егер де менікіндей шекерлеріңіз ірі болатын болса, миксермен шекерді барынша ертіп алыңыздар. Міне араласып бітті. Енді жаңағы айран көтерілген, өздеріңіз көріп тұрғандай осыны қосып алатын боламыз. Екі массаны біріктіріп, кішкене араластырып аламыз. Барлық массаны венчикпен жақсылап араластырып біріктіріп аламыз. Үстіне міндетті түрде ұнды електен өткізіп салатын боламыз. Ұнды барлығын бірден емес, аз-аздан қосып отырып араластырыңыздар. Ұн осындай біздің тестамыз кішкене қоюлау болады, одан қорықпаңыздар. Үстіне кәдімгі сұйық май, растительный маслоны құйып, тағы да араластыратын боламыз. Қыздар, сіздерге лайфхак айтайын. Осылай сұйық майды кез келген тестаға ең соңында қосатын болсаңыздар, сол кезде тесталарыңыз ештемеге жабыспайтын болады. Қамырымыз дайын, пиалалар дайындап аламыз. Менде кішкентай 150 граммдық пиалалар. Үстін бір майлап шығамыз, кішкене щеткамен барлығын міндетті түрде кейіннен қасықпен жартыдан сәл асырып отырып тестамызды құйып аламыз. Осы кезде негізі тестаға әртүрлі жаңғақтар, мейіз, сухофруктылар қосуға болады, немесе вареный сгущенка қосуға болады. Қалаған заттарыңызды фантазияңызға қарай қоса берсеңіздер болады. Мен кішкене әдемі болсын деп малинаның вареньесін қостым. Қыздар, осындай оңай рецептер және де сіздерге қызықты қазақша рецептер менің арнамда бар. Сондықтан менің арнама тіркеліп алыңыздар, қазақша каналдың дамуына үлес қосыңыздар, қыздар. Міне барлығын құйып дайындап алдық. Енді бұны бірінші печкаға салып, одан кейін бар печканы қосатын боламыз. Печка бірден қызып тұрған печкаға салуға болмайды, қыздар. Көріп тұрғаныңыздай 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.